Сәлем қыздар, осындай заказға алып жүрген буфайпай пирожныйын сіздерге жасалу тәсілін үйрететін боламын. Ең алдымен осындай шоколад пен сары майымызды ертіп аламыз. Сосын екі жұмыртқамызды салып, үстіне шекерімізді салып, жақсылап шекеріміз ерігенше миксерлейміз. Мінекей, осылайынан жақсылап араластырып миксерлеп шығамыз. Шекеріміз еруі қажет. Үстіне жаңағы дайын болған шоколадымызды ертіп үстіне құямыз. Барлығын тазалап құйып шығамыз. Осылайынан тағы да бір миксерлеп аламыз. Сосын енді біз үстіне қамырымызды дайындаймыз, ұнымызды. Ол үшін ұнымызға какао және разрыхителімізді қосып бір араластырып аламыз. Мінекей араластырып, енді үстіне салып шығамыз. Осылайынан барлығын салдым. Енді жақсылап біркелкі қамыр болғанша миксерлеп аламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді осындай мешоктың басын кішкене кесіп, ішіне қамырымызды саламыз. Мінекей қамырымызды салдым. Енді осындай пергамент қағазға негізі сызып алсаңыздар да болады. Мен осылайынан дөңгелетіп шықтым. Мінекей, енді осы қамырымызды 180 градуста 5-6 минутқа пісіріп аламыз. Коржымыз дайын болды. Енді креміне осындай 333 насадка нөмірі. Осыған кремімізді салатын боламыз. Мінекей, корждарымызды осындай бумажникке салып алдым. Енді кремін дайындаймыз. Творожный сырымызды салқын болу қажет. Осыны бір миксерлеп, үстіне сахарный пудрамызды салып, іртігі кеткенше кішкене миксерлеп аламыз. Мінекей, барлығын айналдыра отырып миксерлеп алдым. Енді үстіне салқын сливки құямыз. Холодильникте 3-4 сағат тұруы қажет. Осындай сливкемізді құйып алдым. Енді осыны жақсылап жай скоростан бастап қатты скоростқа дейін жылдам араластыра отырып 7-8 минуттай миксерлейміз. Қою болғанша. Мінекей, осылайынан қою болады. Мінекей, неден түспейтіндей қатып қою болды. Енді осыны корждарымызды осылай думалақ қылып дөңгелетіп құйып шығамыз. Мінекей, үстіне енді шоколадымызды ертіп алдым. Қазақстан шоколад пен сары майымызды ертіп, осылайынан батыра отырып, үстіне қойып шықтым. Мінекей, енді үстіне насадкамен гүл жасасаңыздар да болады осылайынан. Осылай жасап көріңіздер, ас болсын.